сәлеметсіздер ме құрметті 8-ші сыныптың оқушылары, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз ағылшын пәні бойынша бөлім бойынша жиынтық бағалауға арналған тапсырмаларды орындайтын боламыз. Ең алдымен арнамызға тіркеліп және лайк басып, басқа да достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Бізде БЖБ номері 1 сумматив оценивать for the unit food and the drink бөлімі бойынша жиынтық бағалау тапсырмалары. Яғни бізде food and drink тақырыбы бойынша БЖБ тапсырмалары. Тапсырманы орындайық. Бізде рейдинг тапсырмасы, оқылым тапсырмасы. Сіздер осы мәтінді толықтай оқу арқылы сіздер осы жерге жалпы төмендегі сұрақтарға жауап беру керексіздер. Бұны толықтай оқып шығасыздар. Енді оқымай-ақ қояйын, өздеріңіз қарап оқып шығады деген ойдамын. Мен төмендегі тапсырмаларды бірден орындай кетейін. Read the cards later on restaurant is extra. Яғни бұл жерде айтылған eating out атты мәтінді оқып, төмендегі сұрақтарға дұрыс жауап беру керек. Мәтін мазмұны қысқаша деп бізге берілген. Бұл жерде бізде сөздер берілген. Сол жерде манағы мәтіндегі дұрыс жауаптарды осы жерге барлығын қойып шығуымыз керек. Әріптер бойынша which restaurant serves hot and spicy food. Бұл жерде сіздерге айтылған үнді асханасы ащы тамақтар бар деген. Бұл last days of the rich. Жалпы осы сөзге жатады екен. Бізде бірінші әріп, яғни F. Бізде F әріпі бұл жерде жатады. Келесі, which restaurant only has desserts and sweets. Бұл жерде айтылған Италия асханасы теңіз өнімдері мен паста деген. Бұл жерде a taste of Tuscany. Бұл жерде жалпы айтылған Италия асханасы теңіз өнімдері мен паста деп бізде. Келесі, in which two restaurants can you listen to some great music? Бұл жерде бізде G. You local cave. Ағылшын таңғасы бар кафе. Which restaurant is good for people you do not eat meat? Бұл жерде айтылған вегетариандық пайдалы тағамдар деген. Бізде вегетариандық пайдалы тағамдар аға сәйкес келеді. The lemon day, яғни бұл жерде айтылған вегетариандық пайдалы тағамдар, яғни шөптесін тамақтар. Келесі бізде which restaurant employs staff trained in Europe. Бұл жерде С сәйкес келеді. Осы сәйкес келеді. Келесі бізде соңғысы which restaurant serves an all-day breakfast including sausages, bacon and eggs. Бұл жерде айтылған жалпы musical chairs, жанды музыка ойнайтын ресторан деген. Дәл осылай әріптерді қойып шығасыздар. Егер осы төмендегі сөздерді қате айтып шықсам, кешірім сұраймын, бірақ бұл әріптердің барлығы дұрыс. Мен кейбір әріптерді байқамай сөздердің барлығын айтып қою мүмкін. Сол себептен айып етпеңіздер. Келесі бізде speaking тапсырмасы. Discuss the questions is class. Бұл жерде сіздер спикингке жауап берулеріңіз керек. Бұл жерде жалпы айтылған
ә, жалпы оқушылар сократтық семинар әдісі арқылы food and drink тақырыбында пікірталас жүргізеді. Талқыланатын сұрақтар мен жауап үлгілері деген. Сіздер осы бойынша спикинг тапсырмаларын орындайсыздар. Which restaurant which restaurant would you choose to go to and you деп бізге берілген. Сіз қай мейрамханаға барғыңыз келеді, неге деген. Мен The Lemon The мейрамханасын таңдар едім, өйткені пайдалы тамақ жегенді ұнатамын. Сондай-ақ бұл мейрамхана жергілікті өнімдерді қолданады. Бұл экологиялық тұрғыдан маңызды. Келесі бізде Have you ever tried foraged foods? Describe your experience. Бұл жерде айтылған шетел тағамдарын жеп көрдіңіз бе? Өзіңіздің әсеріңізді сипаттаңыз. Я, мен суши жеп көрдім. Басында шикі балық жеу қызық болып көрінді, бірақ дәмін татқан соң ұнатып қалдым. Қазір суши менің сүйікті тамағымның бірі деген. Do you ever go on dates? Do you think dates work? Is dating dangerous in your opinion? Бұл жерде айтылған диета ұстанасыз ба? Диета тиімді ме? Ол қауіпті деп ойлайсыз ба? Мен қатты диета ұстанбаймын, бірақ пайдалы тағамдар жеуге тырысамын. Қатты шектеулі диеталар денсаулыққа зиян болуы мүмкін, өйткені ағзаға қажетті дәрумендер жетіспей қалуы мүмкін делінген. Do you think that we eat better now than we did the past? Explain your answer. Бұл жерде қазіргі уақытта адамдар бұрынғыдан жақсы тамақтана ма? Қазіргі адамдар тағам таңдауы көп, бірақ өкінішке орай көбісі фастфуд жейді. Бұрын адамдар үйде табиғи өнімдерден тамақ жасайтын, сондықтан олардың тамақтану мәдениеті жақсырақ болды деген. Құрметті оқушылар, енді бұлардың барлығын талдап отыра алмаймын. Сіздер барлығын қарап шығады деген ойдамын. Өздеріңіз қарап, қысқартатын жерлерін қысқартып, барлығын қарап айтып шықсаңыздар болады. Бұл бізде спикинг тапсырмасы. Спикинг тапсырмасында жоғары балды осы спикинг тапсырмаларынан аласыздар. Барлығы түсінікті болды деген ойдамын. Бізде жалпы спикингке берілген және де манағы мәтін бойынша белгілеу тапсырмалары бойынша да берілген екен. Осы бойынша біз 11 балды толықтай жинадық. 11 балдың толық 11 балын. Енді құрметті оқушылар, осы еңбегімді бағалап, артыма тіркелеп және лайк басып, басқа да достарыңызбен бөлісіп кетуді ұмытпаңыздар. Алдағы күндеріңізге сәттілік тілеймін. Бүгінге осы, сау болыңыздар.